Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін бізде тақырыбымыз irregular nouns болады. Irregular nouns дегеніміз заңдылыққа бағынбайтын зат есімдер. Сіздер білесіздер, ағылшын тілінде зат есімдердің өзінің заңдылығы бар, иә? Мысалы, book болса, кітап болса, кітаптар деген books, аяқ жағына s жағылады. Чтобы көпше түрге айналдыру үшін зат есімдерді біз аяқ жағына s жалғаймыз. Ол бізде заңдылық. Ал ағылшын тілінде осылай s жалғауға болмайды, ол заңдылыққа бағынбайды, өзінің бір заңы бар. Сондай зат есімдер бар да, оны irregular nouns деп атаймыз. Ол қандай екен? Оны просто жаттау керек болды. Singular деген жекеше, plural деген көпше деген сөз. Мысалы, man деген ер адам ғой, иә? Ер адамдар деп айту үшін біз mans деп айтпаймыз, man деп айтамыз. Woman деген әйел адам, women деген әйел адамдар. Mouse тышқан, mice тышқандар. Person адам, people адамдар. Child